Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 5 минутта дайын болатын острый салат жасап көрсетемін. Бізге қажет ингредиенттер видеоның описание бөлімінде жазып қалдырамын. Піскен етімізді тураймыз. Қиярды да соломка етіп тураймыз. Барлық ингредиенттерді соломка етіп тураймыз. Енді қиярымызды турап болған соң қызанақты тураймыз. Бізге қызыл пияз қажет болады. Енді салат жапырағын тураймыз. Укропты тураймыз. Осылай ашта бұрыштарды тураймыз. Барлық туралған ингредиенттерді ыдысқа салып, үстіне 3 қасық сұйық май құямыз. Оның үстіне 3 қасық соевый соус құямыз. Кішкене тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Өте тез уақытта дайын болады. Баршаңызға ас болсын.